Құрметті жас дос, мен қимақтар тақырыбын жалғастырайын. Қимақтардың шаруашылығы. Қимақтар, сіз байқап отырғандай, Қазақстанның солтүстік шығыс өңірін мекендеген тайпалар еді. Қимақтардың мекендеген өңіріне қарап, олардың шаруашылығының қандай болғандығын болжау қиын емес. Қимақтар біздің қазақ жерін мекендеген ежелгі түркілердің ұрпағы және ежелгі көшпенділердің ұрпағы секілді төрт түлік малдың барлығын асыраған. Сонымен қимақтарда басым болған шаруашылық қандай шаруашылықтың түрі дейтін болса, мал шаруашылығы. Бірақ осы қимақтардың шаруашылығы туралы құрметті жас дос, парсы тарихшысы Гордизи былай деп жазады: шаруалар өз мырзаларының малын бақты, қысқа арнап әрқайсысы шама шарқына қарай қой, жылқы немесе сиыр етін сүрлеп алады. Яғни, осы жағдайдан байқап, мынаны анықтауға болады: қимақтар біздің ата-бабаларымыздың екендігін. Себебі бұл тіршілік тұрмыс бізде әлі күнге дейін бар. Қазақтар әлі күнге дейін қой етін, жылқы, сиыр етін қысқа арнап сүрлеп аламыз. Ал енді қимақтардың шаруашылығы туралы 11 ғасырда өмір сүрген парсы тарихшысы Махмуд Қажғари деп былай деп жазады: қимақтардың арасында мал шаруашылығымен айналысуға мүмкіндігі жоқ, яғни малсыз қалған адамдарды жатақтар деп атады. Ал жатақтар дегеніміз кімдер? Малы жоқ, егіншілікпен айналысуға мәжбүр болған шаруалар. Яғни жатақ халықтың кедейленген бөлігі болатын. Ал енді олар байлардың қыстауларының маңына тұрақтап, тастан, қамыстан, ағаштан үйлер салып, олардың малын бағып, егінін егіп күн көрді. Ал мынау қимақтардың арасында, мынау егіншілікте мына дақылдардың түрін өсіру кең тараған. Олар, сонымен құрметті оқушы, қимақтар қандай дақылдарды өсірді? Тары, бидай, арпа өсірген. Ал кейбір деректерде мынандай да мәліметтер кездеседі: қимақтар Қазақстанның солтүстік шығыс суық өңірін мекендеген халықтар болса да, қимақтардың арасында бау-бақшалықта жақсы дамыған. Олардың кейбірлері жүзімнің де өсіргендігі туралы мәліметтер келтіреді. Ал енді өзен, су жағаларын мекендеген қимақтар күрішті де өсіргендігі анық байқалады. Бірақ осы қимақтар көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан халық болғандығына байланысты тұрмыстарына қажетті бұйымдардың барлығын тері өңдеп, сүйек өңдеп, ағаш өңдеп, жүн өңдеп, тұрмысқа қажетті материалдық заттардың барлығын өздері жасай білген. Темірді өңдеп, темірде неше түрлі ғажайып бұйымдар да жасай алған. Ал енді қимақ қабірлерін қазған кезде олардан неше түрлі шебер жасалған жебенің ұштарын табуға қараған кезде оларда темірден бұйымдар жасау өте жақсы дамығандығын байқатады. Бірақ мына қимақтардың мәдениетіне тоқталатын болсақ, қимақтардың елінің мәдениеті туралы нақты мәліметтер өте аз. Сол себепті қазба жұмыстарын жүргізген кезде, егер есіңізде бар болса, мына қимақтардың еліне 10 ғасырда қарахандықтар шабуыл жасап, қарахандықтардың шабуылынан кейін кейбір қимақ ақсүйектері мен шонжарларының ислам дінінің қабылдағандығы туралы хабардар еткен болатынмын. Ал енді қимақтардың қабірлерін қазған кезде қола айналар табылып отыр, және олардың жерлеу дәстүрлерінен кейбірінде ислам мәдениетімен жерлегендігін байқаймыз. Ал бірақ мынау қимақ елінде жүргізген қазба жұмыстарының кезінде табылған зираттардан табылған қола айналарда түркі жазуымен жазылғандығын байқаймыз. Сонымен қимақтардың ислам дінін қабылдағанға дейін оларда көне түркі жазуы қолданыста болған. Ал енді қимақтар біздің жерімізді мекендеген бұрынғы көшпенділер секілді ата-бабалар аруағына сыйынып, ата-бабалар аруағын құрметтеп қастерлеген. Сонымен қосымша қимақтар көк аспан тәңірге де табынған. Ал кейбір жағдайда қимақтардың жерлеу дәстүрлерін зерттеген кезде тарихшылар олар өлген кісіні өртеп
күлін жерлеген дәстүрлерінде кездеседі. Ол олардың отқа табынғандығын білдіреді. Бірақ мынау 10 ғасырдан бастап қимақтардың ислам дінін қабылдағандығына мынандай дәлел бар. Ол мынау қимақтардың қағанының Хакан аль-Қимақи деп аталуынан-ақ олардың ислам дінін қабылдап, ислам мәдениетін мойындай бастағандығын білдіреміз. Бірақ соның ішінде кейде, құрметті жас дос, сізге сирек мынандай сұрақ келіп қалуы мүмкін. Ат әбзелдерін жасауда алдына жан салмайтын, ешкім оларға тең келе алмайтын қандай халық бар деген сұрақ келген жағдайда, немесе қандай тайпалар дейтін болса, қимақтар деп жауап беріңіз.